Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен тақсандардың қосындысын есептейік. Мысалы, егерде бізде бір-ақ қана тақсан болатын болса, онда енді сөзсіз ол өзіне тең. Ал біз енді бірден бастап тағы келесі тақсанды алатын болсақ, мысалы 3, онда ол бізде 4-ке тең. 4 бізде 2-нің квадраты. Келесі тақсанды қосайық 3-тен кейінгі. Онда бізге 5-ті қосу керек болады. Яғни ол бізде 9-ға тең. 9 бізде 3-тің квадраты. Сол сияқты 5-тен кейінгі тақсан бізде 7. 7-ні қосатын болсақ, онда бізде 16 шығады. 16 бізде 4-тің квадраты. Яғни байқап тұрғандарыңыздай, мына жерде егерде біз 2 тақсанды алатын болсақ, онда бізде 2-нің квадратына, 3 тақсанды алатын болсақ, 3-тің квадратына, 4 тақсанды алатын болсақ, онда бұл 4-тің квадратына. Яғни бізде бұл жерде мынандай тұжырым туындауы мүмкін. Яғни қосынды g тең 1-ден n-ге дейін алатын болсақ, онда тақсандарды біз жалпы 2g-1 деп жаза аламыз. 2g-1-іміз, онда яғни 1 қосу 3, қосу 5, қосу 7, сол сияқты қосу 2n-1 бізде n квадратқа тең. Осы біздің тұжырымымыздан алынған формуламыз, алдыңғы 4 тақсанды есептегенде осында қорытындыға келдік. Бірінші формулаға. Енді осы формуланың басқа да ендер үшін ақиқаттығын дәлелдейік. Дәлелдеуді математикалық индукциямен жүргізейік. Өздеріңіз білесіздер, математикалық индукция 3 қадамнан тұрады. Бірінші қадамы біз n тең 1 үшін ақиқаттығын тексеруіміз керек. Қосынды бізде g тең 1-ден 1-ге дейін болады. 2g-1, яғни бұл 1-ге тең. Бірінші формуланың оң жағы 1-дің квадраты, яғни дұрыс. n тең 1 болған кезде дұрыс. Екінші қадам бізде n тең k үшін бірінші формуланы, яғни қосынды g тең 1-ден k-ға дейін 2g-1-ді тең дейміз k квадратқа тең деп, дұрыс болсын деп ұйғарым жасаймыз. Енді үшінші қадамда, математикалық индукцияда үшінші қадам, бұл n тең k плюс 1 үшін, енді n-нің орнына апарып k плюс 1-ді қоятын болсақ, қосынды g тең 1-ден k плюс 1-ге дейін 2g-1 бізде бірінші формула бойынша n-нің орнына k плюс 1-ді қоямыз, яғни k плюс 1-дің квадратына тең болу керек. Міне осы екінші формула дейік. Міне осы екінші формуланың дұрыс екендігін көрсетуіміз керек. Ол үшін біз қосылғышты, қосындыны g тең 1-ден k-ға дейін жазып алайық. Бірінші k плюс 1-ге дейін өзін жазайық. Жақсы. g-1 бұл тең болады. Қосынды g тең 1-ден k-ға дейін 2g-1, ал k плюс 1-ші мүшесін бірге жазайық. 2 көбейтілген сонда k плюс 1 минус 1. Енді мына қосынды бұл біздің екінші қадамымызда k квадратқа тең. Енді осыны ескеретін болсақ, онда бұл тең болады k квадрат қосылған 2k қосу 2 минус 1. Бұл бізде k квадрат қосу 2k плюс 1-ге тең. Бұл дегеніміз k плюс 1-дің квадраты. Яғни, салыстырсақ, екінші формула дұрыс екен. Ендеше математикалық индукция әдісі бойынша бұл біздің бірінші формуламыздың дұрыс екендігін көрсетеді. Жақсы, сау болыңыздар.